деп айтты. Сәлем салу міндетті ме дейді. Шариғатта міндетті емес, біздің қазақта міндетті. Бірақ шариғатқа салсақ та түбін қазсақ бәрібір міндетке келеді. Өйткені біздің халқымыз үлкендерді құрметтеу, хадистен шыққан, пайғамбар ұлағатынан шыққан, Құранның бұйрығынан шыққан қазақ салтының ұлағатты бір бірегей дәстүрлерінің бірі алтыным. Сондықтан сәлем салудың пайдасы өте көп. Құрметі, дәрежесі, келіннің орны, үлкендердің мәртебесі, ең соңында белің жақсы болады, грижа болмайсың. Так что еліп сәлем сала бер жаным, жаман болмайсың. Туған күніңізбен дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Зікір айтуды үйретіңізші дейді. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың Диуани хикметінде зікірлердің абзалы ла илаха иллаллах деген. Таң намазды бастадым. Сүннет пен парызды ұқсас оқиын ба дейді. Иә, тек қана ниет екі бөлек. Жаңа жыл мұсылмандардікі, Рождество мұсылмандікі ма? Жоқ. Рождество жалпы христиандар өзіне теліп жүр, бірақ олардікі да емес. Иса алейхиссалам оны тойлауға шақырмаған. Біз Иса алейхиссаламды пайғамбар ретінде қабылдаймыз. Бірақ олардың мейрамдағы мерекесі бізге мереке болып есептелінбейді. Егер мемлекеттік мерекеге дәрежеге көтерілсе, онда ол мемлекеттікі болып қала береді. Біздікі мемлекетті біз құрметтейміз, жаранымыз, бірақ мұсылманның өзінің мерекесі бар. Монғолиядан сәлем дейді. О, алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Тамаша. Анашым 6 декабрьда есіне Раббысына қайтты. 40-нан кейін бейсенбі шербек пісіріп болғансын жеті көршілерге таратуға, кейбір жерлерде 1 жылдан кейін, кейбір жерде 40 күн. Анығын білгім келеді. Тарата беріңіз. О да тұрған ештеңе жоқ. Бізде ақыл, қазақ айтады, ақымақ ақылшы көп болады дейді. Сондықтан айта береді. Анау былай айтады, мынау былай айтады. Тарата беріңіз. Садақаны нанның өзі таратуда мақсат не? Садақа. Құран оқытып садақа жасау үшін өлу не обязательно, 40 күн өту не обязательно, жылы өту не обязательно, шеке берілі жаңа шек берілу не обязательно. Сондықтан жасай беріңіз. Алла сауабын жеткізсін, болды, қабыл болсын. Саламатсыз ба? Bir gününü қайта жасап атабыз. Аның күні екен білеміз дейді. Ова, не үшін жасап атабыз? Білесіз бе? Мысалы біз білеміз. Намаз оқымасаң күні. Теге бір күні істесең күні болды. Не үшін қыла береміз? Екі мәселесі бар. Біріншісі иманнан дейді, екінші Құдайдан қорықпағаннан. Қорықпағаннан не үшін Құдайдан қорықпаймыз? Бұл дүниені жақсы көргендіктен. Дүниені үшін жақсы көреміз? Үміт, чоң үмітіміз, чоң әле. Ошы үмітті біраз қысартыш керек. Бүгін бар, ата-бабамыз айтқан әле де, бүгін бар ертең жоқ деп. Ошондай үшін. Ошы үмітті біраз қысартыш керек. Ошодан басталады. Балам іште сөйлемейді, анда-санда ғана жеңіл сөз айтады, врачқа көрсетсем бәрі дұрыс не істеуге болады. Тілін тартқызу керек, білетін адамға барып. Ұстаз, менің малым, тауығым, ешкім біреудің шарбағына кіріп кетсе, еті, жұмыртқасы харам бола ма? Ассаламу алейкум, мен так, жоқ, харам болмайды. Бірақ кіріп кетсе, малдың иесінен ол мал, одан барып менің қойым кіріп кетті деп кешірім сұрағанның аса ақысы. Егер мынандай мәселе бар. Дәуд пайғамбардың тұсында осындай уақиға болады. Дауд алейхиссалам бұны шешіп береді, бірақ Сулейман алейхиссалам ортасында мәселені жауап береді. Бұл қысса ұзақ қысса, енді айтатын болсақ, тура осындай біреудің малы, біреудің егістігін таптап тастайды жылқылар. Тура сол сияқты сіз егер біреуге қиянат жасаған болсаңыз, сіздің малыңыз кіріп келіп, ешкіңіз кіріп кетіп, оның өскен розаларын, тамақтарын, білмеймін, заттарына зияндық берген болса, сіз соның жасаған зияндық есебінде соған өтеп беруіңіз керек болады. Өтеп бермедіңіз. Мысалы, барды да малыңыз жайылып келді, сіз білмейсіз. Білген күнде еттің кесіп жартысын бер деген сөз емес. Бірақ қалай болғанда да ол адамға қиянат екенін анық білсеңіз, кешірім сұрап, ортадағы тігісті реттестіру керек. Бірақ мал арам болмайды еті. Бірақ тақуалар, соның біреуі, мысалы біздің имам ағзамымыз ешқашан ондай малдың етін жемеген екен. Тілді кім тартады? Егер Астанада болсаңыз, мен тартып беремін. Көз тиген дейді, дем салу керек. Өзінің оқылатын дұғалары бар.
Сәлем бердік, балаларым ауырып жатырмыз, дем салу керек па, бас амандықтан мал сою керек па дейді. Бірінші дұға қылыңыздар, малмен байланбайды. Я мал сойып, бір дұға қылып, жағдай жоққа қарайласу бар. Ол да бір садақа жасаудың бір амалы. Адамның ауруын садақа басады. Садақату таруддул балаа ва тузиддул умра. Жақсылық жасау пенденің өмірін ұзағын қылады, бәлені қайтарады деген қағида бар. Сондықтан қазақ айтқан сауыңда садақа бер дейді. Яғни Алла Тағала жеңілдік берсін деген сөз болады. Менің күйеуім сізді тыңдағанымды қаламаса, тыңдасам күнә ма дейді. Күнә болады. Күйеуінің айтқан тыңдаңыз. Басқа ұстаз тыңдаңыз. Күйеуіңіз кімді айтады, соны тыңдай беріңіз. Сколько стоит к вам прием? Пару вопросов. Бесплатно. Никакого проблем нет. Енем қайта-қайта ұрыс іздейді. Не істесем болады? Қашып кету керек. Басқа бөлмеге қашып керек. Сен күліп жүру керек. Енең сөйлей береді. Не қыласың жаным? Ерегіскеннен пайда болмайды. Сен дейсің, ол жауап берем деп ойлайсың, ода тұрған ештеңе жоқ. Мен шындықты айтам дейсің, ол тағы сөз сөйлейді, сөзге өтіп, қараның астында қараңғы болады. Екеуің ұрсасың, сол ол баласын саған қайрап салады. Содан кейін барып ажырасынасың, баласы келіп сені ұрады, сабайды. Примерно сценарий солай өзі. Содан кейін барып маған шеше керек дейді, ажырасады. Содан 2-3 ай жүреді сүмірейіп, содан кейін қайта саған жалынады. Сөйтіп ит рәсуа болады. Сол үшін сондайға жібермейді. Етті білмей базардан сатып алып жатырмыз. Сиырдың ондай-мұндай харам тірліктерін біліп жатқанымыз жоқ. Әсері бар ма бізге дейді. Әлбетте. Сұрау керек. Базардағы ет сатушыдан сұрайсың, ет адал ма деп сұрайсыз. Килограмм саудаласқанда қалай сұрайсың. Ол өз соймаған. Ол өз біреуден сатып алған. Еке болмаса ол өзі реализатор. Онда ол мойналады. Өліп кетейін, бала шағам қызығын көрмеймін, мен мұсылманмын деп бүкіл ант суды ішеді. Все ол соның мойнына ілінеді. Енді мұсылманның сипаты болса дейді ол адамда, сөйтіп келісіп алып, ауыздан сөзін алып, содан сатып ала бересіз болды. Туған күніңіз құтты болсын, рахмет. Анасы баласының айтқанын ақылын тыңдауға бола ма? Анасы баласының айтқанын дейді. Неге тыңдау болмайды? Анасы баласына жамандық ойлай ма? Не сөз ол? Емізді әйел намаз оқса, емізген сайын дәрет ала ма? Жоқ. Намазды жолдошым. Менен жамаат болып оқыған парыз намаздың кей жерін қосылып оқиым. Қай жерлерін қосылып оқиым? Бардығын, уйдым имамға дейсен, анан кейін бардығын оқиды. Субхан, намазы Аллаху акбар дейсіз, қолыңызды мөntіп қармайсыз. Субханака деген сәна бар ғой. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табарака асмук ва та'ала жаддук ва ла илаха ғайрук деген сана дейді, сәна. Осы сәнаны өзіңіз оқисыз. Андан кейін күйеуіңіз аузу бисмилламен фатиха бір сүре оқиды. Андан кейін фатихадан кейін доушта оқыған малда сіз амин дейсіз. Андан кейін рукуға кетеді, амин Аллаху акбар деп барасыз сіздері. Субхана раббиял азим, субхана раббиял азим деп 3 мал, 5 мал, қаншалы айтасыз, осынша мал айтасыз. Андан кейін сами Аллаху лиман хамида десе деле, демесе деле, Раббана лакал хамд дейсіз. Андан кейін саждаға барасыз, 3 мал. Субхана раббиял а'ла, 2 сәжденің ортасында. Анан biraz эле жалса дейді, ошо жерде, ошо жалсада Рабби гфирли деп айтасыз. Андан кейін кайра эле ошентип улантып кете берет. Жаннатты кылууду насип этсин баршамызга. Көз ачықты болуш харам. Андай болбойт, ал күнөө болот, ал ширкке дейин кетет.
Дүниеге келген күніңіз құтты болсын. Рахмет. Нұрлан аға, мемлекеттік жәрдемақы инвалидность алған шариғат бойынша дұрыс па? Егер сізде инвалидность болып, мемлекетіміз сізге тағайындаған болса, онда ол нәрсе сізге адал болады, өзіңізге жаратасыз. Егер сізде инвалидность болмай, сіз оны алдап, өкіметті алдап, инвалидность ақысын алған болсаңыз, мемлекетті тонағаныңыз үшін сізге күнә жазылады, жегеніңіз арам болады. Шын мәнінде инвалид болып қаласың. Өйткені көптің қарғысы көл болады, жаным. Сондықтан сен мұқтаж болсаң ғана, бізде мынандай сөз бар, елдің бәрі тонап жатыр ғой, елдің бәрі жеп жатыр ғой, анау жегендер нағып соларға шықпайды. Олар өз үшін жауап береді, бірақ сен өз үшін жауап беріп қаласың. Сондықтан мемлекеттің қазынасына кірмейміз, жаңағы заңды бұзбаймыз. Бұл бәрімізге қажет дүние. Мемлекет біздікі. Ой, анау жеді ғой, ол өлсе сен өлмейсің, ол атылса сен атылмайсың. Құмар ойыннан адамды қалай тоқтатуға болады? Ол адам өзі тоқтатуға қаласа, онда тоқтатуға жәрдем беруге болады. Инстаға ислами видео қою сауап па? Әлбетте сауап. Біреу тыңдайды, біреу көреді, біреу жақсылық естиді, содан түзеліп кетсе қайдан білесің? Мысалы, менің осы жерде айтқаным, осы жерде қанша адамның отырып тыңдағаны, мейлі ішінен 2000 адамнан бірақ адам, мен мынаны бастадым, мен сізді тыңдап намазға келдім, мен сізді арқаңызда мынаны үйрендім деп, мен сіз видео салған сіз, соған себепші болсаңыз, сауап емес пе? Бір әріптесім еңбегімді ұрлап өзіне жазып алды, ашуландым, не істесем болады дейді. Полицияға қайырласың. Антикор деген бар бізде, бытшытын шығарады, екі аяғын бір етікке тығады бәрін. Таң намазын оқығаннан кейін міндетті түрде таспих тарту керек пе? Мен енді бастап едім. Аттахиятта саусақты көтересіз дедіңіз басында. Жоқ, аттахият оқығанда ашхаду алла дегенді көтересің. Бірақ көтермей қойсаңыз да болады. Жаңадан бастаған адамға керек жоқ. Бұнда қол көтеру, саусақ қимылдату бір нәрсе сізге маңызды емес. Сіз басқа нәрселерге, парыздарға көбірек қараңыз. Намаздың парыздары деген кітапты ашасызда, соның ішінде бір бөлім бар. Намаздың парыздары және уәжіптері деген. Осы екі бөлімді жаттап алсаңыз, ар жағы өзімен өзі жеңіл болады сізге. Мен сізді тыңдап намазға келдім дейді. Машалла. Алла жүрегіңізге салғанын алды да осыны. Көрінбей жатыр. Так. Шашымды бояп алсам, намаз оқысам бола ма? Болады. Намазың қабыл болады. Қазіргі химический красканың барлығы намазға, ғұсылға кедергісі жоқ. Яғни химиялық ол бар воск ретінде қаптап қоймайды. Яғни краска ретінде өтіп кете береді. Жолым болмай жүр, шаруам үйлеспейді, дуа сиқыр екенін қайдан білуге болады дейді. Мешітке барасыз, білетін адамға айтсаңыздар, айтып береді сиқыр бар жоғын. Ассаламу алейкум, алейкум салям. Я давно читаю в намазе. Чтобы усилить иман, что бы вы посоветовали чтобы посоветовали бы читать из книг? Знаете, одних книг будет мало. Многие люди, особенно когда читают книги про ислам, у нас начинает часто зевота. Усталость, вы 2 листа прочитаете, потом что-то зеваете охота, потом телефон зазвенит, еще кто-то позовет, и, соответственно, это будет останется. Да, книги читать, они несут полезность. Мы всем людям говорим, что многие читали книги. Книги, да, несут в себе свет, мудрость, усиление имана и так далее. Но при условии, если вы при этом сдерживаете себя от харама, от запретного. Если многие мусульмане, читая намаз, делая поклон, держа уразу, пост, при этом себя не воздерживает от харама, от запретного, либо питаются запретным, никакая книга, ничего помощи не даст. При этом ваше окружение также играет большую роль. Вы должны отсеять тех друзей, от которых вы должны отречься, которые несут вам... Вы тех людей считаете друзьями многих, а они могут для вас нести вред и, знаете, большую погибель. Поэтому переосмыслите. Мы с многими дружим с нашими друзьями, которые у них в понятии вы
как средство существования, либо средство пропитания, либо источник дохода. Многие нас видят так. Один человек нашел маленькую змею, вернее, купил маленькую, нашел, как скажем, одно яичко, и дома начал ухаживать, в кармане, и было как бы приближено, и из этого яйца вылупился маленькая змея. Он начал с ней играться, кормил, там, все скажем, ухаживал. А в один день эта змея выросла в большую анаконду, и в один день эта змея заболела. Говорит, сильно заболела, не питалась. Девушка привезла его к врачу-ветеринару. Ветеринар так осмотрел, сказал, с ним что-то произошло, он питался, хорошо питался, был упитанный, сейчас начал худеть и болеет. Врач, осмотрев, сказал, он не болен, ваша змея. Говорит, а в чем проблема? Он, говорит, вы спите вместе, говорит, да, говорит, я даже в обнимку сплю. Он готовится вас проглотить, говорит, он себя подготавливает к этому. В один день ваши друзья могут вас поглотить. Эти друзья и эти действия, которые мы считаем для нас полезными, тот же телефон, для каждого что-то другое, они могут нести себе вред, и в последующем эти все греховные действия нас проглотят. И когда они будут поглощать нас, вот заметьте, ваш намаз, ваше поклонение не могут противостоять этой змее, этому дьяволу. Почему? Потому что мы были сердцем приближены к этим запретным. И тогда вас ничего не сохранит. Аға, үйді алғанда, көлік алғанда, Құдай тамақ береді, сол туралы айтыңызшы. Сонда үй алмасаң, машина алмасаң, Құдай тамақ бермейсің бе не? Ағайынды шақырмайсың бе не? Молда шақырмайсың, бата алмайсың бе? Жоқ жан. Ол жақсылық дұға батасы деген сөз. Соның құтты болса, сүйіншісі әйтеуір жақсылық ниет тілегі. Сіз Құдайына жақсылық ниетті алдын ала да бере беріңіз, алдын ала да жасай беріңіз. Аптасына 1-2 бөтелке ішіп дейді. Ішіп қоямын, намаз бастасам бола ма? Бастай беріңіз. Үлкен ақша қайтармай жатса, не істеу керек? Полицияға араласасыз. Егер полиция жәрдем бермесе, сол үшін не істейсіз? Онда ағайын үлкен кісіні қосып көресіз. Егер ол да болмаса, онда не істейсіз? Қияметке қалдырған жақсы емес, кешіргеніңіз абзал. Сәлеметсіз ұстаз, менің күйеуімнің машинасы менен көптеп ине табылды. Біреуі иықталып, қара жіппен оралған, не істесек болады? Өзінің дұғасы бар, оқып тастау керек. Яғни бұл сиқыр. Алейкумассалам, рахматуллахи ва баракатух, Мадияжан. Ұстаз, түшімде аялларны көп қараман, өзім айылман, хам рахмат. Наргиза болшын керек, Xotinlar, qizlarni ko'rishi nimadan bo'ladi? Tushida amollarning, ishlarining befaras bo'lganda, Xudo tomonidan uzoqlashgandan, Alloh taolaning zikridan ketgandan, Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatini man qilgandan har vaqt erkaklar xotinlar ko'radi, qizlarni ko'p ko'rishi shudan deb aytilgan katta ulamolarimiz shunaqa deydilar. Саламатсыз ба, менің күйеуім ішіп мені ұрып тастады, теуіп дейді. Не істесем болады дейді. Бірінші бадяга деген бар. Бадяганы жағу керек болады. Ана синяктарды кетіру керек болады. Енді бірінші айтайын дегенім. Екінші айтайын деген не үшін ұрды, соны ойланып көріңіз. Сізден де бар шығар. Үшіншіден енді ұрдырмаңыз. Телефонмен имамға ұйуға бола ма дейді, болмайды. Телефон тұрмақ, телевизормен онлайн прямой Меккеге ұйуға болмайды.